Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, la-la-la. Сәлем достар, қаларыңыз қалай? Біз бүгін Астананың бас мешітіне баратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мешіттің әдемі керемет жерлерін сіздерге көрсетемін. Бұл бізде мешітке баратқан жол. Үйден шыққан кезде бізде мешітке дейін өте жақын, яғни где-то 10 минутқа да жетпейді. Уже міне мешіт көрініп тұр, көрдіңіздер ғой. Таксимен барсақ, сол бір где-то 6-7 минут, ал жаяу барып көрмедік. Ал достар, әне-міне дегенше мешітке де жеттік. Бұл біздегі Орта Азиядағы ең үлкен мешіт аумағы бойынша. Үйдің қасында орналасқан, өте әдемі, жаңа, сұлу. Қазір бірге көреміз. Мешітке кіріп бара жатырмыз. Бұл бізде яғни кіреберіс. Типа не сияқты ғой, машиналар орналасатын автотұрақ бар астында. Қазір біз мына жерде автобус өтетін жол бар. Пешеход, яғни светоформен. Бисмиллах деп біз мешітке кіріп баратырмыз. Ал көріп отырған жан, осы енді Алланың үйіне кіріп баратырмыз. Бүкіл осы дұға тілектеріңіз, арман мақсаттарыңыз орындала берсін. Арман тілектеріңізді айтып отырсаңыздар да болатын шығар. Мына жерде бізде кіріп келген кезде тәпішке шешетін жер бар, яғни аяқ киім шешетін жер. Кіріп, уже міне кіріп баратырмыз. Мен мына біреу ілініп тұрған халаттардың біреуін киіп алдым. Біздің балалар сразу мына ойнайтын жаққа қарай жүгіріп бара жатыр, уже біліп алған ғой, сол жақта орналасқан. Ол ойнайтын жерде бесплатно, күшті. Қазір көресіздер, бұл жақта енді демалыс күндері адам көп барады. Бізде сол демалыс күні воскресенье барамыз, часто барамыз. Міне достар, уже адамда көбірек демалыс күндері. Керемет. Сосын арғы жақтарда бутиктар орналасқан. Мынаны қараңыз, орнаменттер қандай әдемі. Адам көп. Жаққа енді шет, яғни Қазақстанның түкпір-түкпірінен адамдар көптеп келеді. Өте таза мешіт, өте әдемі. Көріп тұрғандарыңыздай осындай халаттар тігіліп қойды. Соны киіп, егер басыңызда орамал жоқ болса, шалбар киіп алсаңыз, осындай халатты киіп алсаңыз болады. Мына жерде міне бізде неке қию залы, одан кейін су ішетін аппарат орналасқан. Келесі бізде Құран бағыштау бөлмесі. Ол жерде имам отырады. Сол кісіге мысалы өзіңіз жазып келіп, мысалы қайтыс болған кісі туысқандарды, ата-аналарыңыз болса, жазып қағазға жазып берсеңіздер, ол кісі оқып Құран бағыштап береді. Және де электронный мына жақта
садақа беретін QR кодтар тұр. Соған спокойно садақаларыңызды беріп, зікірлеріңізді беріп кетсеңіздер болады. Ар жақтарда міне бізде не орналасқан, неше түрлі бутиктар орналасқан. Киім сату бутиктары, неше түрлі андай. Мына жерде балалар алаңы. Қазір сіздерге мен кішкенеден кейін бутиктарды көрсететін боламын. Ішінде не бар екенін. Бір бутикке кіріп, мына жаққа мен екі баламды және күйеуім сияқты отыр. Мен Темірханмен қазір неге дұға оқу, яғни намаз оқитын жерге барып келем. Одан кейін мен мынау Тулара мешіттің ортасында осындай күшті бір не бар екен да, далаға шығатын есік ашық қойыпты. Бұрында қыс кезінде жабық тұратын. Өте әдемі ағаштан жасалған есіктері. Полдары тап-таза жалтырап жатыр. Керемет енді. Әдемілігін енді жеткізу мүмкін емес. Ең үлкен мешіт, білесіздер ғой. Барлық адамдар енді келген суретке түсіп, видеоға түсіп жатыр. Мына жерде менің өзімді түсіріп қойдым. Баламмен жүргем, Темірхан екен. Достар, біз дұға оқу, намаз оқу залына баратырмыз. Достар, мына үлкен намаз оқу залы. Ғажап, әдемі, керемет. Тамаша. Өте керемет жер, достар. Бүкіл проблемаңды ұмытып кететін. Енді айта алмаймын. Әдемі. Достар, мынау қазір аспаннан көріп тұрған люстра 20 тонна, представляете? Специально осы мешітке жасалған хрустальдармен әшекейленген. Көрдіңіздер ме? Қандай ғажап, керемет. Алланың 99 есімдері жылтыр болып, көрдіңіздер ме? Жарық болып жазылған. Әдемі.
енді мен сіздерге мына бір бутикке кіріп ішінде не бар екенін көрсетемін. Мына жерде мынандай бір духи сияқты парфюмдар бар екен, неше түрлі мужской, женский, миллилитрмен түрі неше түрлі. Одан кейін асты жағында мужской тақиялар, сосын освежитель воздуха, бәрі мусульманский. Үйге қойып қоятын иістендіргіштер, одан кейін витаминдер, черный тмин. Мына жақта уже дезодоранттар кетті. Әртүрлі одан кейін подарокқа да бір заттар көп, мисуак, сабындар, тәспі, арой деген мынау кокосовое масло бар екен. Барака дейді. Одан кейін неше түрлі зубный пасталар, одан кейін күн жылығанға мынандай мороженныйдың түрін қойған. Мына рядта бізде неше түрлі кәмпит, маршмеллоу, шоколадтар. Одан кейін экопакеттерге мынандай неше түрлі сухофруктыларды салып қойған. Өте әдемі. Мындай бокстар бар екен, подарочный бокстар. Ар жақта еще зәм-зәм су бар, жаңғақтар, сок және де мынандай эко агушалар бар. Мына жақтан осылай шыққанда, мына осы бутиктен шыққанда осылай орналасқан ойнайтын жер. Балаларды бір көріп шықтым да, қайтадан мына бутикке кіріп, енді екеуіне бір мештен тез шығып кету үшін бірдеңке алдау керек, алдамасақ шықпайды. Сол үшін мен қазір қайтадан бутикқа кіремін да, екеуіне бір маршмеллоу асылайын деп ойлап жатырмын. Қай түрін таңдарымды білмей, сол бір майда түрін таңдадым. Одан кейін бағана көрсеткен агушадың Темірханға осындай бір алма түрін ала салдым. Менің енді таңдағаным, қазір көрсетейін таңдағанымды. Осы түрін таңдадым. Достар, міне осылай біз енді үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Қазір қайтадан халатты орнына қойып, эскалатордан түсіп бара жатырмыз. Бізбен бірге мешітті көрген сіздерге қызық болды деп ойлаймын, достар. Коляскамызға Темірхан саламын және де шықтық. Енді осы видео сіздерге ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, подписаться етіліп кетіңіздер, достар. Рюкзагын киіп алдың ба? Молодец. С нами еще күшті ойнадың ба? Я. Күшті ойнадың, я? Басыма тепті, Димчадан тепті. Кім? Ана бала мен басыма тепті. Өлі, сен де теппедің бе?
Бұл басына ана қысыларған бізге тамақ бұтты. Немча, сен ойнадың ба, Немча? Мешітте ойнадың ба? Күшті ма? Ұнады ма? Немча, Анаршпен. Жарайды. Бірге қолымызды ұстап, ана жолдан өтеміз, аха. Немча, тұра. Немча, ана жерде автобус, абайла. Ана жерде автобус келеді. Жүр. Немча, әке қолыңды. Немча, мен қолымды ұста, Месна мен қолымды ұста. Аха. Так. Ана жерден қараймыз, автобус жоқ па, бар ма? Жоқ екен. Енді өте беріңдер. Автобус жоқ екен. Мешіттен шықтық. Немча, үйге барып маршмеллоу жейсің бе? Күшті. Күн шығып тұр. Ал достар, бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Ал енді келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар, подписаться етіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше біз сіздерді жақсы көреміз.